Қайырлы күн, жақсыларым, қалайсыздар? Мен Аллаға шүкір жақсымын. Менің айтайын дегенім бүгінгі тема ИП жайында. ИП әділ мекемесі жалпы документальный алып жатыр негізі адамдарды. Мен айтайын дегенім қаншама 17 точкасы бар ИП әділ мекемесінің. Мен жалпы СП арманында жасадым Бозачыда. Айтайын дегенім, адамдар әлі ақшасын алған жоқ. Кеше тек қана Үміт деген апаның онда да өзін алып барғасын, өзім басыммен жауап берем деп айтқасын, барып алып бердім. Қалған қыздарымыз 6 қыз алған жоқ әлі, 5 қыз, 7 қыз болып жұмыс жасадық қой. Соны айтқым келеді жалпы. Негізінде біздер келіскенде бізде жаңағы шофер Мақсат деген кісі бар, фамилиясын айтармын. Сол кісі арқылы келдік. Ол кісі айтты, ойбай, тек 15 күннен де қолға наличка беріледі деген сөз айтылды. Оны жалғыз мен емес, басқа да қыздар бар айтылады, негізі айтылған. Соған сеніп бірінші вақтыда келдік. Мен өзім айда келдім жұмысқа. Содан кейін барып өзімнің жаңағы келгеннен кейін ақшамды алған жоқпын. Сөйтіп 3 рет офиске бардым, айқай шу. СП арман дейді, сұрақ қойсақ, енді Мақсат тауып беруші ғой енді. Мен Мақсатты кінәламаймын, айтқан сөзін айтады сомасын. 130 мың дейді 15 күнге, барса бухгалтерия 120 мың есептеп отыр. Мейлі мен жаман бола қойын, и так та мен жаман болып жүрген қызбын ғой осы. Айтайын деген мен мейлі бір адам жаман болсын, бірақ барлық халықта шындықты білсін дегім келеді. Жалпы айтайын дегенім, менің айтайын дегенім осы қарапайым халықты олай алдауға болмайды. Айтайын деген Әділ Сейіт, сізді тексергенде Шымкенттен кісісіз, жаңағы бухгалтерияларыңыздың барлығы семья отбасыңызбен отырыңыз. Ешбір налоговый төленіп отырған жоқ, қарап отырсаң. Без документальный алып отырсыз, 15 күннен беріледі деген ақшаны берген жоқсыз. Кеше сентябрьде жасап келдім мысалға. Сентябрьдің аяғы бітпей, ойбай, тек ешқайда барма, ештеңе арызданба деп 6-сында деп уәде бердіңіз. 6-сында мен сізге айттым ғой, өзімнің сменамда қыздардың барлығын ақша түсіруіңізді сұраймын деп айттым. Иә деп берілген жоқсың. Міне 6-сынан ары қарай 9 күн өтіп, кеше 15-інде алып отыр Үмітке. Қалған қыздар алған жоқ. Ұялмайсыз ба? Ал өзіңіздің айналаңыздың барлығын жұмысқа алып отырсыз. Юрист деп отырған қызыңыз өзіңіздің, туған қызыңыз. Мен не білмейді деп отырсыз, мен барлық информацияны біліп отырмын. Мен білемін де. Мен жайлап сізбен танысып көрейін, директорымыз қандай адам деймін, ақырып, айқайлап, шулап. Кішкене видеоны алдым, түсірдім, чтобы подтверждение ертеңгі 6-сында беріледі деген, берілсін деген сөзі. Береміз, иә деген сөзін алдым. Соған айқай шығардыңыз. Болмайды олай жұмыс жасауға. СП арман жақсы біледі сіздердің қалай жұмыс жасап, қандай адамдарды жұмысқа алып келіп отқаныңызды. Біздер жұмысқа барғымыз келеді. СП арманның личный өздеріне, Алтайға, іштегі жігіттерге, барлығына, баларға мен претензиям жоқ, олар өте керемет кісілер. Жалпы жігіттер қауымымен барлығына жұмыс жасадық, подрядчиктермен. Мен соны айтқым келеді. Ол кісілер де біледі, оны ертеңгі күні істі қозғаймыз, айтамыз деп жатыр. Кім айтады сонда? Шындықты шырылдап мен айтпасам, шырылдап біздер қазақ қыздар айтпаса кім айтады? Осыған жауап беріңізші. Біздер наличка дема, наличка беру керек. Басқа мекемелер наличка қолына беріп жатыр, конвертке салып береді, немесе Каспий голдына салып беріп жатыр. Ал сендер табель жабылсын дейсіңдер келгеннен кейін. Табель қашан жабылды? СП армандар ақша төлеген жоқ, әлі тамағының питаниесін дейді. Сонда СП арман сендер төлемейсіңдер ма? Сол сұраққа жауап алғым келеді. Осы басшылар, үлкен кісілер, арманның бастықтарын білмеймін кім екенін, үлкен бастықтарын, бірақ өзімнің барған жерімдегі кісілерді білемін, Алтай ағаны білемін, Сайман ағаны білемін. Соны айтқым келеді, осы сұрақтың жауабын алғым келеді халқым. Мен бұлай біздер өзімізде жұмыста олмай отырып, әйелдер жағында, Маңғыстаудың әйелдерінде жұмыс жоқ. Басқа елдің адамдар, азаматшаларын алып жатсыздар. Қарақалпақстан визамен келіп отыр көп адамдар. Мен соны айтқым келеді. Өзімізде жұмыс жоқ, өзіміз жұмыссыз жүріп жатырық. Өзге елді келіп, без документальный алып жатсыз. Документпен ал дейсіздер. Біз сияқты адамдар сіздер алмайсыз жұмысқа. Өйткені біз шындықты айтамыз. Мен осыны халқым дұрыс түсініңіз, дұрыс жағынан. Мен осы өзімнің жұмыс жасап кеткен жерімді айтып отырмын.
сау саламатта кездесейік.